Екеуі жан далбасалап, моладан шыға қашып, артына қараса, о тоба, әлгі қыз кебінін сүйретіп, моладан шығып келе жатқанын көріпті. Жаңа ғана өлген кісі тірі адамды жемейді деп, зекіп жатқан Қали, қисық Қоңқайдың алдына түсіп алып, тапырақтап қашып барады. Өмірінде мұндай сұмдық көрмеген Қоңқай бір жығылып, бір тұрып, Қалидың артынан қалмауға тырысып, бар күшін салып жанталасып-ақ келеді. Артына қараудан қорқады. Енді болмаса әлгі пәрекет желкесінен ала түсердей. Өмірінде бұлай қашып көрмеген екеуі қорымнан біраз ұзаған соң өкпелері өше құлады. Енді әлгі аруақ дәл қазір келіп бас салса да, әрі қарай қашатын әл дәрмен қалмап еді екеуінде де. Қарашы, сен кішкене жасырақсың ғой, жаңағы көрінеме деді қисық Қоңқай, жерде етбетінен жатқан күйі алқына сөйлеп. Ештеңе көрінбейді, құтылдық-ау деймін. Аруақ құтқармайды, біз құрыдық. Бізді қайдан да болса тауып алады. Ей, зарлама, найсап неме, қазір сені өзім-ақ өлтіре саламын. Өлтірсең өлтір. Мына қыздың моласын қазып, аруақтың тыныштығын алғаным үшін оның қарғысы 7 ұрпағыма кететін болды. Сорлы басым-ай, сен залымды тыңдап нем бар еді? Ой, жеті атаңның аузын ұрайын кезінеме, сен мына түріңмен жұрттың бәріне жайып саларсың. Өлгің кеп бара жатса кел, қазір-ақ бауыздай салайын. Кәззап Қали қонышынан қанжарын суырып алып, Қоңқайдың тамағына тақады. Шынымен-ақ мынау енді бірдеңе десе, қой бауыздағандай орып жібергелі тұр. Бұның қолынан келеді. Түнде қой қораға ұрлыққа түскенінде, бірдемде қойды бауыздап, көз ілеспес жылдамдықпен бөлшектеп, қапқа салып, көтеріп кететінін көзімен көрген. Сондықтан да оны жұрт Кәззап Қали дейді. Осыны білетін қисық Қоңқай жым болды. Тіпті артынан қуып келе жатқан аруақ қорқынышты ма, әлде кеңірдегінде пышақ тақап тұрған Қали қорқынышты ма, ажырата алмай қалды. Құдай ұрсын, ешкімге айтпаймын, тек тезірек кетейікші бұл жерден. Тұр онда сүйретілмей, мен алқаны ала алмадым. Тартып қалып ем, ана қыздың аузынан қан шашып, шыңғырып басын көтеріп алды. Ақымнан қалай атып шыққанымды білмей қалдым. Не сұмдыққа тап болдық? Өлген адам қалай тұрып кетті? Білмеймін, білсем көр қазар медім. Мүмкін тіршілігінде домбырасымен үй қозғалтып, елге тыныштық бермеген пәле, ана дүниеде де тыныш жатпаған сияқты ғой. Сұмдық болды-ау, Қали, сұмдық болды. Ол енді бізді жердің тесігінен болса да тауып алады. Болды, жап аузыңды. Қазір анау өзен басына барып жуынып, киімімізді қағып сілкіп, дым болмағандай қонысқа қайтамыз. Ешкім байқап қалмасын. Қамыс арасымен барып үйдің өкпе тұсынан шығайық. Жарайды. Әй, бірақ мен осы түннен қалмайтын шығармын. Қисық Қоңқа жыламсырай күбірлеп Қалидың соңына ерді. Ертесі таң азаннан бүкіл ауылды Дүрияның жеңгесінің құлындағы даусы жетіп, шыңғырған даусы оятты. Ол Дүрияны қарға бақсы қарайтын кезде тіктіріп, кейін ауырып жатқанда ешкіммен араластырмай, жеке қамап ұстаған, өлген кезде сүйегін жуған киіз үйден атып шығып, шыңғырған күйі бет ауған жаққа безіп бара жатты. Ертемен тұрып, кешегі жаназаға келген жұрттан жиналған 10 шақты ұсақ малды жайылымға шығармақ болып жатқан күйеуі Құбаш оны әрең қуып жетті. Не болды саған? Енді сені жынырайын дедім бе? Анда, ана үйде Дүрия, тірі. Өй, енді саған да елес көріне бастаған ба? Қайдағы Дүрия? Біз оны кеше жерлеп қайтпадық ба? Жоқ, ол тірі анау үйде. Ей, байқұсым-ай, саған да оңай емес.
жақсы көретін қайын сіңілің еді ғой, қайтейік енді, тірі деймін. Әйелі қояр болмаған соң Құбаш оны жұбатып, киіз үйге қарай жетектеп алып бармақшы еді, анау тырмысып аяғын баспап. Сосын әйелін үйіне кіргізіп жіберді де, өзі киіз үйге келді. Есікті ашып кіріп келгенде, жүрегі тоқтап қала жаздады. Шынымен ақ Дүрия үйде төрдегі жиналған жүкке басын сүйеп, бұған қарап тірі отыр. Шашы ұйпалақтанып кеткен. Үстіне баяғыдан үнемі керегі басында ілулі тұратын шешесінен қалған ақ көйлекті киіп алыпты. Көйлектің өңіріне мойнынан қан тамшылап тұр. Құбаш өз көзіне өзі сенбей қалшиып қатты да қалды. Аруақ дейін десе көз алдындағы өзінің туған қарындасы. Көз қарасы да, қимыл әрекеті де сол тірі кезіндегісіндей. Аға, шошымаңыз, деді Дүрия бірінші болып тіл қатып. Мен тірімін. Сіздер мені тірідей жерлеп тастапсыздар. Тірідей? Иә, тірідей. Онда көрден қалай шықтың? Қазып алды. Қалай? Кім қазып алды? Өзімде білмеймін, бірақ екі адам өздері. Оларға не керек? Сенің тірі екеніңді қайдан біліпті? Білмеген соң келген сияқты. Сіздер анам соқтырған күміс сақина білезіктерімді қоса көмпедіңіздер? Иә, дәу әже солай айтқан соң. Онда соны білетін біреулер болды ғой. Түнде келіп, қабірді қазып, мойнымдағы алқаны шеше алмай, кездігімен қиып алмақ болып жатқанда, пышағы кеңірдек тұсымда тырсылдап тұратын ісікті тіліп кеткен сияқты. Мен пышақ кірш етіп кіргенде селк етіп шошып ояндым. Есім кіре бастағанда алқымымдағы ісікке жиналған сары су мен қан сыртқа атқақтап жатқанын сезіндім. Айнала тастай қараңғы. Қорыққанымнан шыңғырып жібердім. Сол сәтте біреу тура қасымнан тұра қашты. Кім екенін байқадың ба? Жоқ, байқамадым. Әлгінің артынан жарыққа қарай ұмтылып, тырмысып далаға шықсам, екі адам безіп бара жатыр екен. Сосын қайтадан есімнен танып құлап бара жатқаным есімде. Үйге қалай келдің? Бір кезде есімді жисам, ай далада мола ішінде жатырмын. Ай сүттей жарық екен. Бір жығылып, бір тұрып, таң бозында үйге жетіп құладым. Құбаш мең-зең болып біраз тұрды. Енді не істеу керегін білмей дал болып тұр. Кешегі жаназа, жерлеу, осылай тұрғанда сырттан оқыс дауысқа жиналып қалған адамдардың дауысы естілді. Құбаш қарындасына ләм-мим деместен сыртқа шықты. Қарағым Құбаш, амансыңдар ма? Таң атпай шыңғырған қайсысың? Аманбыз ақсақал, аманбыз. Келініңіз шошынып қалыпты. Ештеңе сұрамаңыздар, кейін айтайын. Жарайды, аман болсаңдар болды. Ана Тәуіпті алдырып, дем салдырып алыңдар. Шошынып қалған ғой. Құбаш жиналған жұртқа ештеңе айтпағаны, мына ауыл адамдары бір демде ақ Дүрия тіріліп көрден шығып келіпті деп жар салады. Аяғымен емес, аузымен жүретін қылый қайнар сияқтылар көрдеде тыныш жатпапты дер анық. Не де болса алдымен Тәуіпті, имамды шақырып, мұндай кезде не істеуге болатынын білейін деген оймен Құбаш имамның үйіне беттеді. Бірақ кеше көрші қоныстағы бір кісі қаза болып, молда жаназа шығаруға сонда кеткен екен. Тәуіпке болған жағдайды айтып еді. Кеше оның тамырында тіршілік белгісі болған жоқ еді. Кейде адамдарда ондай болады. Тіпті 2-3 күнге дейін тамыры соқпай, өлген адам сияқты жансыз жататындары болады. Дәм тұзы таусылмаса, Тәңірдің бұйрығымен тіріліп кеткендердің де болғанын естігенмін деп барып, көзімен көрмекке жиналады. Құбаш бұған да көңілі тыныш таба қоймаған соң, қой не де болса қарға бақсыға да айтайын. Ол да бір сырымын жасар деп, оны да құлақтандырады. Оқыс хабарды естігенде қарға бақсы орнынан ұшып тұрып, айттым ғой, ол ана сайтанның құрал домбыраға әуес болып қарғысқа ұшыраған.
Тіпті енді оны жерде қабылдамай шығарып тастап отыр. Оны тез ауылдан аластау керек. Әйтпесе өлген әруақтың бәрін жер қабылдамайтын болады деп тез жинала бастайды. Құбаш оған қарындасын біреулер қазып алғанын айта бастап еді. Қане, кім екен ол? Көрсете ала ма? Көрсетсін. Егер көрсете алмаса, ол ішіне енген сайтан ойлап тапқан қулығы ғана. Ол өзін жерде қабылдамайтын біледі, сондықтан өтірік айтып отыр деп бет қаратпады. Құбаш тіріліп келген қарындасын елден жасырып отыра алмасын білді де, Тәуіп пен қарға бақсы келгенше ауылдың үлкендерін де шақырды. Білсін, ортаға салсын, байғұс қарындасының ары қарай өмір сүру үшін ықыластарын берсін деген еді. Дүрияны қараған Тәуіп тамағындағы кесел қатты асқынып, тынысы тарылып, дем ала алмағандықтан есінен танып, қалың ұйқыға түскен сияқты. Бұл кезде тамыр соғысы тым әлсіз болады, кейде соқпай тұрғандай болады. Жемсауына пышақтың ұшы түйгенде дене тітіркеніп оянып кеткен. Оның үстіне жемсауға жиналып, тыныс алу жолын жауып тұрған сары су мен іріңді қан пышақ дегенде жарылып, тынысы ашылған. Содан соң есін жиған болуы керек деді. Бірақ қарға бақсы бұған мүлде қарсы шықты. Оның көрден шығып қалғанына тамағындағы кеселдің еш қатысы жоқ. Жер қабыл алмады. Тірлігінде сайтанмен жымдас болған күнәһарды. Мен сендерге айттым, домбыраны қолға алмасын деп. Ол осы сайтанның құралын қолға алған кезде бүкіл үй шайқалатынын көрдіңдер ғой. Ойпырмай, осы қазақта қолына домбыра алған осы қыз ғана ма екен? Екі үйдің бірінде домбыра бар. Сонда бәріміз сайтанбыз ба? Не сандырақ мынауың? Ақсақалдар көзі қып-қызыл боп ентелеп отырған қарға бақсыны басып тастамақ болып еді, ол одан әрі екіленді. Сандырақ емес бұл айтқаным, мен жеті атамнан келе жатқан бақсымын. Кімге жын қонғанын, кімді сайтан айналдырғанын жақсы білем. Менің аталарым анау Пәкістанда оқып, сиқырдың сырын біліп келген адамдар. Сенің Пәкістаныңда домбыра бар ма екен? Әлде әлгі кітабыңда домбыра сиқырдың құралы деп жазылып па? Жоқ, ондай жазу жоқ. Бірақ бәріңнің үйіңде домбыра бар. Ойнаған кездеріңде үйлерің селкілдеп, түңіліктерің желпілдей ме? Жоқ. Ал егер бұл қыздың сайтаны болмаса, бұны кім жасап тұр сонда? Ақсақалдар сөзге тосылып ойланып қалды. Мұны байқаған қарға бақсы бастырмалатып олардың үрейін алды. Бұл сайтан қаққан деген адамнан адамға өтетін қауіпті дерт. Ертең бала шағаларың өстіп шалық дейіп, ауырып жынданып кетуі мүмкін. Ауылды сайтан жайлап алса, өлгендеріңді жер қабылдамай, осылай сыртқа шығарып тастайтын болады. Оны адамдар қазып алды деп отыр ғой. Қазып алған адамды көріп пе, көрсетсін мына адам деп. Қараңғыда қайдан танысын, тек шырамытпаса. Осылай дүрияның қайта тірілуі ауылды екіге бөлген үлкен дауға ұласты. Күн төбеге көтерілген. Ақыры қарға бақсы жағына шыққандар саны көбейіп, жерде қабыл алмаған қызды енді не істеуіміз керек дегенге келіп тірелді. Қарға бақсы бұл тірі адам сияқты көрініп отырғанымен, ішіндегі өлген дүрияның тәніне еніп алған сайтан. Сондықтан оны өлтіріп, жерге күміс қазықпен қағып тастауымыз керек. Сонда оның кесірі өзгемізге тимейтін болады. Бұған не дейсіңдер деді лепіріп. Бағанадан бері жұрттың шуылдасып жатқанын бақылап отырған Кәззап Қали, дұрыс айтасыз, бала шағамызға саталы тимей тұрғанда көзін құртайық деді даусы гүр етіп. Ол жаңа қабірді қазғандарды қыз шырамытуы мүмкін деген іш жиып қалып еді. Қыз шынында да есіне түсіріп мұны көрсетер болса, жұрт мына қызды емес қабірді қорлаған үшін өзін найзаға шаншитынын жақсы біледі. Қали иек қағып еді, қисық қоңқайда, қыздың қабірді біреулер қазды дегені өтірік. Біздің қоныста ондай оңбағандыққа бара алатын кім бар? Сұмдық қой бұл, ауылды жаман атты қылып деп одан әрі өрбете түсті. Бірақ ауылдың ақсақалдары қызды өлтіруге бермеді. Не десеңдер, о деңдер, біз тірі адамды көріп отырмыз. Жазығы анықталмай жазалау қазақтың салтында жоқ, билер шешсін. Кісі қанын нақақ мойындарыңа жүктемеңдер. Одан да баланы Тәуіпке беріңдер, емдесін. Қандайда басқа шалық қаққаны байқалса, қарға бақсы
қарар деп түйді. Жоқ, біз бұл сәйтен соққан қыздың ауыл ішінде қалғанын қаламаймыз. Қарға бақсы елден сырт жерде үй тігіп қарап, жазылғанда елге әкеліп қоссын деді. Кәззап Қали оны ауылдан алысырақ жібергісі келді. Бұл шешім қарға бақсыға да ұнай кетті. Жарайды, онда алып жүріңдер деді. Жұрт қаумалап, қызды баяғы Дүрияны 40 күн азапқа салған жеке шатырға қарай алып жүргенде Дүрия шыдамады. Ақсақалдар, ағатайлар, мені онда жібермеңдер, менің еш жазығым жоқ. Ол жерде мені өлтіреді ғой деп сатылып шығып, тәлтіректеп қашпақ болып еді. Қарға бақсы аяғының астында жатқан қозының басындай тасты алып қашып бара жатқан Дүрияның ізінен жіберіп қалды. Тас тура шүйдесіне тигенде қыз мұрттай ұшты. Ол жан далбасалап қайта тұрып, қайтадан жұртқа қарай бір-екі аттап еді. Кәззап Қали лақтырған тас дәл қақ шекеден тиді. Айттым ғой сендерге, ол адам болмайды. Оның ішіне сәйтан кіріп алған. Оны өлтіру керек деді қарға бақсы. Бірақ басқа ешкім тас лақтырмады. Онсыз да азап шегіп жатқан қызға тас атуға ешкімнің әбдісі жетпеді. Бауыры құбаш жүгіріп барып, қарындасының басын құшақтап, еңіреп жылап жіберді. Бірақ кеш еді. Шүйдеден тиген тас бас сүйегін жарып жіберіпті. Дүрия екінші рет қайтыс болды. Бірақ бұл жолы кісі қолынан. Оған жаназа шығарылған жоқ. Ағайындары кешегі өзінің қабіріне апарып қайта жерледі. Қарға бақсы айтқандай, күміс қазық та қағылмады. Тек көп ұзамай байғұс қисық қоңқай жынданып кетті. Жұртқа Қали Кәззап екеуінің қабірді қалай қазғанын айтудан жалықпайтын. Бірақ оны жұрт жындының сөзі деп қабылдады. Мына әңгімеден кейін Құрманғазы Алқаның неліктен қонысқа барсам таспен атып өлтіреді деген сөзінің сырын ұқты. Ауылдарыңда домбыра ұстаған қызды тірідей көму салтқа айналған ба? Сарыарқаның сары даласында түз бөрісінде жортқан тіршілігімде кіндігінен туған баласын тірідей көмгенді көрмеппін де, естімеппін де. Мені айтып отырсыз ба? Алдымен Дүрия, енді сен. Иә, менің де тірілей көмілгенімді жұрт естігенде не болар екен? Құрманғазы қолына домбырасын алып, мынау ұшы-қиыры жоқ даланы ғажап сазға бөлеп бір күй төкті. Күй өкініш пен өксікке толы еді. Бұрын ешқашан, еш жерде ешкім естімеген күй. Анау қайнарының тереңінен шым-шымдап шығып жатқан бұлақтың сондай мөлдір неткен. Адамның жан дүниесін тебірентіп, жүрегін қозғап, тамағыңа өксік болып тығылатын бұл күйді бүкіл қазақ әлі талай ғасыр тыңдайтынын Құрманғазы бұл сәтте білген жоқ. Қос шектен шыққан зардың ішінде тек түрмеден қашқан Құрманғазының өз өмірі ғана емес, Дүрия мен Алқа сияқты мұңлықтардың да қасиетті тағдыры жатыр еді. Қос шектен шыққан зардың ішінде тек түрмеден қашқан Құрманғазының өз өмірі ғана емес, Дүрия мен Алқа сияқты мұңлықтардың да қасіретті тағдыры жатыр еді. Бұл ат тұяғының дүбірі мен адамның жан дүниесіндегі арпалысты қатар беретін күйді аяқтаған кезде Алқа Құрманғазыға ерекше таңданыспен қарап, айтарға сөз таппай біраз отырды да кенеттен сұрақтың астын алды. Сіз жай ғана ауыл үйдің малын ұрлап қашып жүрген барымташыға мүлде ұқсамайсыз. Неге олай дедің? Мен шоқпар орнына домбырасын арқалап қашып жүрген барымташыны көрген емеспін, енді көрдім. Сіз кімсіз? Мен шеркеш күйшіден кейін мұндай күй естіп көрмегенмін. Бұл күйді сен емес, өзімнің де бірінші естуім. Сонда қалай, сіз күйшісіз бе? Жаңағы күйді бірінші рет шертіп отырсыз ба? Бұл сыртқа шыққанда өзгенің құлағына ғажау әуез болып жеткенімен, онда менің жан дүниемдегі арпалыс, онда менің басымнан өтіп жатқан тар жол тайғақ кешуге толы тағдырым жатыр. Жап-жас, арыстандай азамат екенсіз, тар жол тайғақ кешетіндей тағдыр басыңызға не тауқымет артып еді?
Осы тұсқа келгенде Құрманғазы қызға бүкіл денесімен бұрылып күліп жіберді. Қыз оның неге күлгенін түсінбей аңтарыла қарап еді. Бұл одан әрі қатты күлді. Қыз еңгезердей азаматтың екі иығы селкілдеп, күлгендегі болмысына қарап қосыла күлді. Осы сәтте айдаланы бастарына көтеріп, бірінен бірі оза күлген екеудің мына отырыстары шынында да күлкіледі. Бірі жаңа ғана көрден шыққан, үстінде шапанынан басқа лыпа жоқ. Екіншісі домбырасын арқалаған қашқын, баспаналары мола, сөйте тұра ештеңе болмағандай, күй туралы әңгіме айтып отырған түрлері мынау. Бір сәтте бұған қосыла күліп отырған Алқа кілт тоқтап томсара қалды. Неге күлдіңіз? Менің сұрағаным күлетін нәрсе емес сияқты еді. Құрманғазы да тыйыла қалды. Содан соң сабырлы қалыпқа еніп, сәл бөгелді де Алқаға ерекше бір мейіріммен қарады. Сұрағыңа күлмедім қалқам. Түнде ғана қабірде ана дүниелік болып жатқан адамның өзін ұмытып, менің кім екенімді білуге құмартып отырғанына күлдім. Күйдің әсері болар, әйтпесе оны сұрау ойымда жоқ еді. Сен қонысыңа қайт, мен жолға шығайын. Мен мына түріммен қонысқа барсам, бүкіл ауылды шошытпаймын ба? Қалай бармақпын? Мен көрден шығып келдім деймін бе? Онда не амал бар? Ауылға барып, әкеме болған жайды түсіндіріңіз. Сосын осында киімімді алып келсін. Жоқ, мен ауылға барсам ұстап әкетеді. Енді мені осы мола арасына тастап кетпейтін шығарсыз. Басқа адамдар көрсе дүрияның кебін киемін, мені тірі қоймайды. Оған ұқсап, мына қабірге қайта жерленгім келмейді. Сіз мені неге тірідей көмгенін білмейсіз ғой. Өзің айтпаған соң, ешкім баласын тірідей жер қойнына бермейді ғой. Әкем де мені өлдіге санаса керек. Әйтпесе өлім түгілі қоралы қойы мен үйір-үйір жылқысына тап айттыра келген осы аймақтың мырзаларына лайықты жан кезікпей малға сатпаймын деп үкідей үлпілдетіп отырған жалғыз қызы емес педім. Бәрі баяғы дүриядан қалған домбырадан басталды. Дүрия жерленген соң жұрт біразға дейін ол оқиғаны ұмыта алмады. Біреулері бейшара балаға обал болды, түбіне қарға бақсы жетті десе, біреулері жын соғып, сәйтан салғаны рас шығар, әйтпесе көміп тастаған адам көрден қалай шығушы еді, тұншығы өліп қалмай ма, Құдай біледі-ау, бір пәлесі бар рас деп біріншісінде. Сөйтіп бір-екі ай өткенде бұл әңгіме ескірді ме, жоқ, көзден кеткен соң көңілден де кетеді деген рас па? Дүрияны жұрт ұмыта бастады. Бірақ мен ұмыта алмадым. Кереге басында ілулі тұрған сынған домбырасы салынған дорбаға көзім түскен сайын жүрегім қан жылайды. Бір күні бар күшімді бойыма жиып, кереге басындағы домбыраны алып, үйде ешкім жоқта сынған домбыраны құрастырып көрдім. Бөлшектеніп кеткені болмаса қайта құрауға келетін сияқты. Кереметі сол әлгі домбыраның әр жаңқасын қиюластырып, толық құрастырып бола бергенде, бір леп мені желпіп өткендей болды. Жүрегім өз-өзінен лүпілдеп аузыма тығылды. Сәлден соң алғашқыдан да қаттырақ бір леп мені шарпып өткенде, көңілім өз-өзінен өрекпіп, бейне бір енді болмаса қанат бітіп ұшып кетердей күйге түстім. Бұл не керемет? Жүрегім зу ете қалды. Домбыраны қайтадан шашып жібердім де жанталаса қимылдап, дорбаға салуға кірістім. Аузын буып, керегедегі орнына іліп қойдым. Күні бойы әлгі жұмбақ құбылысты ұмыта алмадым. Осынау ғажап сезімді естен шығара алар емеспін. Бейне бір нәрсе менің тамырларымның бойына еніп алып, өн бойымды аралап жүргендей. Кеш қарайғанға дейін өң мен түстің арасындағы бір халде болдым. Тамақ та ішкім келмейді, ешкіммен сөйлескім де келмейді. Тек сол бір ғажап күйден шықпай, қауырсындай қалықтай бергім келеді. Түннің бір уағына дейін көз ілдіре алмадым. Бір кездерде қалжырап барып ұйықтап кеткен екенмін. Түсімде тілмен айтып жеткізгісіз ғажап бір бақта жүрмін. Айнала ну орман, гүлге оранған алқа, өмірі көрмеген аң, құстар. Әріректе бір үйеңкі мен жаңғақ ағашының ортасында Дүрия
Аппақ сақалы өңірін жапқан қария екеуі мені қол бұлғап шақырады. Қасына жақындасам, қолмен салған суреттей керемет сұлу Таутеке маған қарап мүйізін шайқайды. Мен кідіріп қалам. Сөйтсем дүрия оның арқасынан сипап, бұл алқа ғой, домбыраның ендігі иесі осы қыз, және оны нағыз қожасы Қаражалға тапсыратын адам осы дейді. Мен қандай домбыра, Қаражал деген кім десем, қария, уақытынан бұрын ештеңенің сыры мәлім болмайды, бәрін уақытында көресің дейді. Сосын әлгі жұмақ бақтағы үйеңкіні көрсетіп, саған аманат қалған домбыраның мойыны мына үйеңкіден, шанағы мына кепкен жаңға ағашынан, пернесімен шегі, Тәңірінің ғажайып жаратылысы мына Таутекенің ішегінен, тиегі соның мүйізінен жасалған. Қызыр Ильяс дем салып, ғайып ерен, 40 жылдан қасиет тартқан бұл домбырадан туған күйді тыңдаған адамның жан дүниесі пендешіліктен тазарып, ғажайып күй кешеді, күй құдіреті деген сол. Домбыраның ендігі иесі сенсің, саған аманат. Бірақ домбыраның жауы көп. Бұл күрес ғасырлар бойы жалғасып келеді. Адамның жүрегіне қорқыныш пен түнекті енгізіп, қапаста ұстағысы келетін қара күш, оны жойып жібергісі келеді. Сенің басыңа әлі талай қиыншылық түседі. Өлсең де оны аман сақта, мынау саған бойтұмар болсын деп, қолыма үкі қауырсынын ұстатты. Ояна кетсем, о тоба, қолымда қауырсын жатыр. Кеше жатырда қолыма үкі қауырсынын алмағаным анық. Тіпті бала күнімде тіл көзден сақтайды деген ырыммен тақиямның төбесіне таққаны болмаса, үйімнен ешқашан үкі қауырсынын көрген емеспін. Ол маған қайдан келді? Түсімді ешкімге айтпадым. Менің ертегіге ұқсас түстерімді есте құлақтары үйренгені сондай. Түсімді айта бастасам жүре тыңдайтын болған. Оның үстіне бұл аян түс болар деп жорыдым. Бәрі кешегі күні қолыма дүрияның сынған домбырасын алғанымнан басталғаны анық. Онда түстің жоруын да осы домбырадан іздеу керек. Осы оймен мен домбыраны қайта құрай алатын ағаш ұстасын іздей бастадым. Ер шабатын, басқа да арба шана, үйдің кереге уықтарын жасайтын, ағаш кесе мен қасық жонатын неше түрлі ұсталарға барғаныммен, бәрі бұл аспапты құрастыру қиын. Құраған күннің өзінде бұрынғыдай сазды үн шықпайтын болады. Одан да жаңасын жасатып ал дегенді айтты. Сұрастыра жүріп, ақыры елден жырақтау жерде тек қана домбыра, қобыз шабатын шеберді таптым. Жұрт ұзын бойлы, тарамыс денелі шебердің анадайдан айқайлап тұратын дөң мұрнына қарап, оны мұрын атап кеткені болмаса, оның шын аты Табыл деді. Алдына келген адамның бетіне қарап отырып, өткені мен болашағын дөп басып айтатын қасиетіне бола, оны маңайдағы халық Мұрын әулие деп атап кетіпті. Мұрын әулиенің мекені менің нағашыларымның қонысынан алыс емес еді. Нағашыларыма барып қайтамыз дегенді сылтауратып, домбыраны қанжығаға байлап, Мұрын әулиеге қарай жолға шықтық. Әкем қасына жеңгем мен тағы бір екі қызметші қосып берді. Ауылға 1-2 шақырым қалғанда, үлкен жолдың жағасындағы қара талдың көлеңкесінде отырған бір ақсақал, Қаражалдың домбырасын қайда бара жатырсыңдар деді дауыстап. Мен ат басын бірден тарттым. Қаражал деген есімді түсімде естігенім есіме түсті. Ақмоншақ, анау ақсақал бізден сұрап жатыр ма? Қаражал деген кім деп сұрады, деді жеңгем. Менің атымды атамай Ақмоншақ деп тергейтін жеңгемнің жүзінен таңданыс байқалады. Үстіне аппақ шапан, басына ақ тақия киген, сақалы өңірін жапқан ақсақалға көзім түскенде, баяғы түсімдегі қария есіме түсті. О тоба, бұл сонда тірі адам болғаны ма деген ой қылаң берді. Бойымды бір белгісіз қорқыныш биледі. Сонда да үрейге бой алдырмай, астымдағы алаяқ торына темініп қалып, қасына таяп, амандастым да, ата, Қаражал деген кім? Сіз менің келетінімді қайдан білдіңіз деп сұрадым. Домбыраны маған тастап кет, дайын болғанда өзім қолыңа табыс етемін деді ақсақал.
Жоқ, мен сізге тастай алмаймын. Мен бұны қалпына келтіру үшін мұрын ұстаға алып бара жатырмын. Ал онда апара ғой. Ол кісіні қалай тапсам болады? Сенің нағашыларың жақсы білет, бірақ домбыраны нағашыңның ауылына қондырма, қасиеті ауып кетеді. Ол қалай ауады сонда? Оны сөзбен айтып түсіндіру қиын балам. Осы ауылда бір қыз дүниеге келді. Ол аты елге жайылған үлкен күйші болады. Егер бүгін қондырсаң, домбыра Қаражалға бұйырмай, осы қызға бұйырады. Бірақ ол әлі жөргекте жатыр. Қыз бой жеткенше домбыра керегеде босқа ілулі тұратын болады. Егер қондырмай жеткізсең, домбыра Қаражалға бұйырады. Қыз өсіп, бой жетіп, қолына домбыра алғанша, сендегі қасиетті домбырамен Қаражал талай күйді дүниеге әкеледі. Әлемді тербететін сол қасиетті күйлер дүниеге келмей қалмасын деп, мен сенің жолыңды күзетіп отырмын. Сіз оның бәрін қайдан білесіз? Балам, кейде жауабы жоқ сұрақтар да болады. Оның жауабын өзің табасың. Бүгін кештен қалма, жолың болсын. Ақсақал осылай деді де әріректе тұрған атына қарай беттеді. Мен қасымдағыларға келіп қосылып ары қарай кеттік. Жол бойы әлгі ақсақалдың әңгімесі құлағымнан кетпеді. Ақсақал не білгісі келіпті, деді жеңгем. Кейде жауабы жоқ сұрақтар болады. Оны кешке білеміз. Осылай мен де жұмбақтап қайыра салдым да, алаяқ торына тебініп қалдым. Ол орнынан атырыла жөнелді. Жеңгемнің сұрағы жауабын таппай ауаға ілініп қалды. Нағашыларыма жетіп, мәре-сәре көрісіп, ас су ішкен соң, қасыма шешемнің кенже інісі Берден мен жеңгемді ертіп, Мұрын әулиенің үңгіріне беттедік. Оның үңгірде тұратынын Берденнен естідім. Күн ұясына батпай қайта оралуымыз қажет еді. Біз жақындағанда алдымыздан бір жас жігіт шықты. Әулие домбыра әкеле жатқан қызды күтіп отыр. Сіздер анау ағаштың көлеңкесінде отыра тұрыңыздар, деді ол. Берден әулиенің мінезін біледі екен. Әулие қалай айтса солай істеу керек. Әйтпесе ашуына тиіп қалуымыз мүмкін. Ол біздің келе жатқанымызды қайдан біледі? Елдің айтуынша ол кімнің келетінін күні бұрын біледі. Кейде келе алмайтын адамды өзі іздеп барып көмектеседі екен. Ойпыр-ай, мына қазақтың даласында осыншама қасиетті адамдар бар екенін білмейді екенбіз-ау. Рас айтасыз, небір ғажап қасиетті адамдар туралы естігенде тіпті ертегі сияқты көрінеді. Әкем қазақ о бастан қасиет қонған халық. Сол қасиетінің арқасында бабаларымыз әлемге мәдениет пен білім, өнер таратқан деп отырушы еді. Рас болар, сіз барыңыз, біз осында күтейік. Мен үңгірге беттедім. Үңгір терең көрінді. Қап-қараңғы болып көрінбей тұрған үңгірдің түбі аждаханың апаны сияқты қорқынышты еді. Кірген бетте сол жақ қабырғаға таяу жерде ақ киіздің үстінде отырған ақсақалды байқадым. Жақындап келіп, армысыз ата деп амандасып едім. Ол теріс қарап отырған бойы бір күнде 2 рет амандасқаныңа қарағанда, сені әкең ерекше ізетті қып тәрбиелеген ау балам, деді. Сөйтті де маған қарай бұрылды. О тоба, ол күндіз өзім көрген. Менен домбыраны тастап кетуімді өтінген ақсақал еді. Сіз, менмін балам, бағана сен домбыраны нағашы жұртыңда қондырып қояр деп, алдыңнан шығып өзім алып кетпек болып ем, бірақ сен бірінші кездескен адамға сенбедің, қолыма бермедің. Сіз екеніңізді білмедім ғой. Мұнда келуіңнің де мәні болуға тиіс. Мүмкін жаратушымыз тек күй тартып қана қоймай, күйшінің жан жолдасы домбыра жасаудың қандай болатынын танысын, ұғынсын деген шығар. Кел отыр, әкел домбыраны. Мен сынған домбыра салынған дорбаны қолына ұстаттым. Ол домбыраның аузын шешіп, ішіндегісін ақ жайма үстіне төкті де ақырындап құрастыра бастады. Ойып жасалған домбыраның көбірек сынған тұсы қақпақ еді. Мойыны мен шанағы сау тәрізді. Ақсақал домбыраны түгел құрастырған сәтте үңгір керегесіне таяу кермеге ілінген домбыралар селкілдеп, бүкіл үңгірде бір уіл басталды. Бейне уіл үңгірдің анау тереңінен шығып жатқандай. Қасиетіңнен айналайын қара домбыра,
қатты ауырсынған екен. Домбыраның обал сауабы тым жоғары болады. Бұл әр үйге кие дарытып, қара күштерден қорғап тұратын қасиетті нәрсе. Оны қорлауға, аяқ асты ету кесір саналады. Қазақтың домбыраны қасиеттеп жоғарға іліп қоятыны сондықтан деп ол баланың басынан сипағандай сынған домбыраның шанағын сипап еді. Манағы құбылыстың бәрі сап тиілді. Содан соң қария дүрияның домбырасын аударып төңкеріп тағы біраз қарады. Маған қалдырып кет, мен оны баяғы қалпына келтіріп қайта жасап шығамын. Мен нағашыларымның үйінде бір аптадай аялдаймын, қайтарда соғып ала кетсем. Бұл бір аптада біте қалатын дүние емес. Анасы сәбиін қалай тоғызай көтеріп, толғатып босанса, шеберлер де домбыраны солай аялап, баптап, бар ықыласын салып оған жан бітіреді. Сондықтан одан туған күйдің де жаны, рухы бар. Сол рух адамға құлақтан кіріп, бойын алғанда, адам өзгеше күйге енеді, жылайды, күледі, тебіренеді. Ал домбыраға қастандық жасалғанда, оның пернелері ыңылдап, жас баланың жылағандай үн шығаратыны да сондықтан. Әр домбыра қасиетті ме, әлде мына домбырада ерекше қасиет бар ма? Дүниеге келген әр адамның жаманы бар ма? Жоқ. Оның әр қайсысын Тәңірі үлкен махаббатпен жаратты. Бірақ әр адам өзінің өмірде қандай жолды, мінез құлықты таңдауына қарай өзін не жақсы, не жаман етеді. Адамның мінезі, іс әрекеті жаман болса, оны Құдайдан көрмеу керек. Өйткені әр адам таңдауды өзі жасайды. Құдай ұрыға ұры бол деген жоқ. Ол нәпсісін тие алмай тез байығысы келіп ұрлық жолына түсті. Құдай қаны пезерге адам өлтір деген жоқ. Ол өзін ұстай алмай, немесе біреудің дүниесін иемдену үшін кісі өлтірді. Осы сияқты домбыраның да өз тағдыры бар. О баста олардың қай-қайсысы да киелі таза. Оны иеленген адам оны төрге іліп қойып, оған саусағын да тигізбесе, оның ғажап үнін естімесе, жүрегі содан жұмсармаса, домбыраның қасиеті кемейді. Ол өз иесіне қуаныш бақыт сыйлай алмайды. Жансыз, рухсыз бір кесек ағашқа айналады. Ал күйді сүйетін, тыңдайтын шаңырақтағы домбыра сол үйге күнде қуаныш сыйлайды. Күй ойналып ән айтылады. Бұдан адамның жан дүниесі тазарады, рухы асқақтайды. Рухы асқақ адамдардың пендешілігі аз болады. Қатыгездік пен арамдыққа бара бермейді. Мына домбыраның қасиеті осындай балам. Ал мына домбыра талай ұлы күйлердің атасы, һәм анасы болатын домбыра. Ол Қаражалдың қолына тигенде, осы домбыраның шанағынан туған күй әлемді тербететін болады. Қаражалды қайдан табам? Оны іздеме, ол сені өзі табады. Сіз сияқты шеберге мына домбыраны қайта жасап шығуға көп уақыт кете қоймас. Оны бір Тәңір ғана біледі. Есіңде болсын балам, домбыра әр адамның жүрек пернесін дөп басу үшін оның үні ерекше болуға тиіс. Мен саған оның сырын ашайын. Кейін ұрпақтан ұрпаққа жалғарсың. Есіңде сақта балам, қасиетті домбыраға кез келген ағаш жарай бермейді. Қазақ домбыраны қасиеті ерекше тот, тораңғыл, жаңға, қайың, қылқандағаш пен қызылағаштан жасайды. Ерекше күй туарда күйші, ерекше домбыра жасаларда домбыра шебері аян алады. Сенің алған аяның есіңде болар. Олай болса, бұл домбыраның қандай киелі ағаштан жасалғанын білесің. Домбыра сыңғырлаған, кебу болмаса, жүректе тербейтін қанық үн шығара алмайды. Бала туылғанда домбыра оюға арнайы алынған. Ағаш сол бала сүндетке отырғызылғанға дейін, яғни 5 жылдай кептіріледі. Кебу ағаштан жасалған домбыра үнінің жаңғырығып, таза шығуы қақпағына таңдалған ағашқа, оның дұрыс кептірілуіне, қалыңдығына және дұрыс жабылуына байланысты қарағым. Үні ұзақ һәм жүректі тербететін ғажайып күшке ие болғандықтан, шеберлер шырша ағашын домбыраның қақпағына таңдайды. Қой шегі қоңыр дыбыс шығарады. Ол адамның жан дүниесін баурап, сана көзін ашады. Ондай шекті жасау үшін қой шегі тұз қосылған суық суға салып, сосын тазалап ұршыққа иіреді. Иірілген соң оны керіп тастайды да, бір қалыпты созылу үшін қаншалықты жіңішкерту қажет болса, соған қарай ауыр жүк қояды үстіне. Жүк басқан сайын керілген шек созыла түседі. Әбден кепкенде домбыраға тағылады.
Міне осылай шырағым, саған сен қайтқанша домбыраң дайын болмайды дегенімде осыдан. Дүрияның домбырасының қақпағы тас талқан болған екен. Енді оған лайықты дәл өзінікіндей қасиетті ағаш тауып жауып, әу бастағыдай қалыбына келгенде домбыраны өзім қолыңа салам. Қария әңгіме осымен бітті дегенде орнынан тұрып сыртқа беттеді. Мен де қариямен қоштасып нағашымның үйіне қайттым. Бір аптадан соң мен ауылға оралғанда естіген алғашқы жаңалығым қарға бақсының Дүрияның асы Құбашты байлап әкеткен еді. Жұрттың айтуынша қарындасын таспен ұрып өлтіргенін айтып билерге жүгінбек болған күні қарға бақсы үйіне келіпті. Аз кем әңгімеден соң қарындасы сияқты Құбаштың да ішіне жын кірген. Оқып жынын шығармасақ бүкіл ауылды қаралық басады деп оны жігіттеріне байлатып әкетіпті. Мұны естігенде әкем тас талқан болып ашуланды. Алдымен кінәсіз қызды өлтірді. Енді жазықсыз азаматты тапа-тал түсте байлап әкеткені қай басынғаны? Бақсыны да Құбашты да алып келіңдер, бидің алдында жауап берсін деп әкем бір топ жігітті аттандырды. Бірақ дәл сол күні тәбір сұмдық оқиға болды. Ресей отаршыларына қарсы көтерілісті басуға бара жатқан қазақтардың бір тобы ауылға шабуыл жасап, сойылмен қарсы шапқан жылқышыларды атып құлатып, өрістегі жылқыны үйірімен қуып кетті. Есет батыр, «Е, солай» деп айтты. Білетін бе едіңіз? Жоқ, бірақ мен түрмеде жатқанда Есет Көтібарұлының батырлығы туралы көп естіген едім. Ол еділ мен жайыққа ауыз салып, қазақтың жерін тартып алып, елді ата мекенінен тықсырып келе жатқан Ресейдің қатын патшасының әскеріне, казак жасауылдарына қарсы көтеріліс бастапты. Біздің ауылдың жылқысын қуып кеткенде сол казактар көрінеді. Қапыда басып қалған ғой. Жауға малды қолдан бермейміз деп сойылмен қарсы шапқан жігіттердің бәрін қырып салыпты. Көп адам мерт болды ма? 7 адам. Олардың ішінде менің де бір ағатайым бар. Алқаның көзі жасқа толып, сөзінің аяғын жұтып қойды. Өзі ана дүниенің табалдырығынан қайтып отырса да, туған бауырына деген сағыныштың қасіретінен жүрегі қарс айырылып отырған қызды Құрманғазы аяп кетті. Туған қарындасы болса, көз жасын сүртіп, маңдайынан сүйіп жұбатар еді. Бақұл болсын деді сабырмен. Неткен қатыгез адамдар, олардың да бала шағалары бар шығар. Тыныш жатқан елде несі бар? Басқыншы жауда жүрек, аяушылық болсын ба қалқам. Олардың мақсаты да мына даланы жайлаған бар қазақты қойша қырып, жерді босатып алып, өз халқын қоныстандыру емес пе? Олардың осы ойын білген Есет батыр шекараға жақын орналасқан орыс бекіністеріне шабуыл жасап, үрейлерін алған көрінеді. Содан бұлардың бет алысы жаман. Есет батырдың сарбазы көп екен. Оның анығын білмедім, түрмеде жатқанда естігенім, әуелде Есет батыр Жоламан батырмен бірге Елек қорғанына шабуыл жасап, зәре-құттарын алыпты. Осындай ірілі ұсақты бекеттерді талқандап, оларға жерімізді тез отарлап алу ниетін іске асырмай тастаған сияқты. Олар енді көп әскермен кесе қайтпекпіз. Патшаның саясатына қарсы шыққан үшін айдалған бір оқымысты орыстың түрмеде маған айтқан әңгімесінен түсінгенім, Ресей патшасы сонау Жетісу, Алтайға дейінгі жерді басып алғысы келеді екен. Менің бауырым ауылдың 7 бірдей апталдай азаматы жазықсыз қаза болды. Балалары жетім, әйелдері жесір қалды. Сонда олардың осылай баса көктеп, жерімізді басып алғалы отырған озбырлығына көне береміз бе? Жау тым күшті, мықты қаруланған. Сонда да болса, білуімше Есет батыр Аралдың батыс жағалауы мен үлкен және кіші борсық құмдарын, Мұғалжар тауларын, Жем, Сағыз, Ырғыз, Елек, Ойыл, Қиыл өзендерінің бойын жайлаған бар қазаққа хабар айтып, Ресей империясының отаршылық саясатына қарсы көтеріліс бастапты. Мен түрмеден қашып шыққан бойда осы бағытты бетке алғаным сол, Есет батырдың қолына барып қосылсам деген мақсат еді. Әйтпесе соңыма түскен орыс түрмесінің жендеттері мені ұстаса тірі қоймайды. Онда сізге менің әкеммен кеңесу керек. Әкем осы оқиғадан кейін сайдың тасындай жігіттерді жинап,
оларды әлгіндей казактар шабуылдаса, елді қорғасын деп орайы келсе Есет батырға жібермек болып дайындап жатыр. Ауылдарыңды шапқан казактар қайта оралмады ма? Жоқ, олар жол жөнекей кездескен ауылдарды шауып, тонап, жылқыларын айдап кетіп, ары қарай жылжып бара жатқанға ұқсайды. Басқыншының ісі осылай болады да, елге обал, жаз жайлауынан, қыс қыстауынан, алдындағы малдынан айырылып, боздақтарының басын құшып аңырап қалатын болды. Жау жағадан алғанда бөрі етектен деген рас-ау, әлгі казактар жасағының алдынан шығып, ауылды, әкемнің иен жатқан малын көрсеткен қарға бақсы екен. Әкең жігіттерін жіберіп, оны жазалатпақ болған соң, жаумен ауыз жаласқан болды ғой. Ол жағын анық білмеймін. Жұрттың айтуына қарағанда, қарға бақсы солардың тілінде мүдірмей сөйлейді екен. Бақсы ма? Орыстың тілінде сөйлей ме екен? Естуім солай. Бұл бақсы өзі сендерге ұрулас ағайын адам ба? Ұруын білмеймін, бірақ оның бұл маңда пайда болғанына 10 шақты жыл болған көрінеді. Келген бойда емшілік жасап, бақсы ойнап, тез сіңіп алды. Сіңбеді. Құбашты құтқарып, қарға бақсыны бидің алдына жығу үшін әкем жіберген жігіттер оның үйіне барса, ол жігіттермен казактардың алдынан шығуға кетіпті. Олардың келетінін қайдан білген? Сол жағы бәрімізге де жұмбақ. Жігіттердің айтуынша Құбашты құтқаруға барған жігіттердің екіге бөлінуіне тура келген. 5 жігіттің екеуі Құбашты ауылға алып қайтатын болып, үшеуі, оның ішінде менің ағакем деп қарға бақсыны тауып алып қайтпақ болып ізінен кетеді. Сөйтіп із кесіп келе жатып, олар қарға бақсының казак жасауылдармен кездесіп, сөйлесіп тұрған жерінен үстінен шығады. Бұқпантайлап жақындап барып тыңдаса, қарға бақсы аналардың тілінде бірдеңені көсілтіп айтып жатқан көрінеді. Содан соң казактардың 20 адамдық жасағы тура жылқылар жатқан тұсқа тартады. Жақын келгенде қарға бақсы қасындағы 2 жігітімен кері қайтады да, аналар қос қанаттан жылқышыларға тап береді. Қиқулап шапқан аттылардан үріккен жылқы жылқышыларға қайыру бермей жосып береді. Осы кезде казак жасақтардың бірі көздеріне қасы шапқан бас жылқышыны мылтықпен атып түсіреді. Мұны көрген ағатайым қасындағы 2 жігітімен арқа тұстан тап береді. Жауға тіке шапса, казактардың мылтығының қарауылына ілінетін болған соң, бұлар аттың бауырына қарай жантая жатып алып, жаудың қалың ортасына қарай шабады. Арасына келіп кіргенде ағекем біреуін шоқпармен тізеден бір ұрып аттан аударып тастайды. Қайтадан аттың бауырына тығылып, құйғытқан күйі жаудың екіншісін жарыса шауып бара жатып, желкеден бір ұрып қалпақтай ұшырады. Дәл осылай ағекемнің қасындағы 2 жігітте 2 казакты қағып түсіреді. Осы сәтте бала күнінен ат үстінде өскен жылқышының ұлы да қыл арқанды лақтырып жіберіп, бір казактың дәл мойнына түсіріп, тақымға басып сүйрей жөнеледі. Дала казактарының оңай жау емес екенін білетін казактар осы кезде тез ес жиып, ат басын іркіп, топтала қалып бұларға оқ жаудырады. От шашып, қорғасын түкірген мылтыққа шоқпар қалай төтеп берсін. Сәлден соң казактардың 20 адамдық жасағы 4 жылқышы мен менің ағамды және қасындағы 2 жігітті бірінен кейін бірін баудай түсіріпті. Түс ауа жылқышыларға аз су ала келген жігіттер жау қолынан қыршын кеткен азаматтардың мәйітін тауып алыпты. Ішінде ағатайыммен бірге барған жігіттерінің бірі әлі жан тапсырмаған екен. Казактардың шабуылы мен қарға бақсының әрекеті туралы сол жан тәсілім етер алдында айтып үлгеріпті. Алқа қыздың әңгімесі Құрманғазының өз басынан өткен нелер қилы замандарды есіне түсірді. Еділмен жайықталып жылжып келе жатқан мына жаумен арпалысып жүрген бұл ғана емес екен ғой. Қатын патшаның қатыгез жендеттерінің зұлматын жуықта бүкіл ел тартатын сияқты. Сайын далада еркін көшіп қонып жүрген қазақтың жайлымын тарылтып, шөбі шүйгін сулы нулы жерлерді тартып алып, ол жерге казактарды қоныстандырып бекіністер салып жатқан патшалық Ресей бұл жұртты жойып жібермесе не қылсын, не істеуге болады? Мына қыздың сөзіне қарағанда әкесі билігі мен дәулетін сақтап қалу үшін басқыншылардың сойылын соғатын сұлтандардың итаршыларына ұқсамайды. Онда тірідей жерленген қызын қолына салып
көтерілісшілерге қоспақ болып отырған жігіттермен бірге Есет Батырға барып қосылғаны жөн шығар. Осы тоқтамға келген Құрманғазы алқаға бұрылып қарап еді, ол бүрісіп, тізесін құшақтап отыр екен. Жарайды, мен сені қонысың алып барамын. Дүрияның қайта тіріліп келгенінен кейін жұрт сенен де шошып жүрер. Сенің тірідей көмілгеніңді, мен ойда жоқта тап болып қазып алғанымды айтып түсіндірермін. Мың жасаңыз ағатай, бірақ мен сізге өзімнің неден қайтыс болғанымды айтқан жоқпын. Өзің айтарсың, сен неден өлдің деп сұрауға батпадым. Өзің айтпадың. Менің тірі кезімді көрсе зәре құты қалмайтындар, көрден тіріліп келгенімді көрсе мүлде шошитын шығар дегенді бағана бекер айтқан жоқпын. Көп ұзамай мұрын әулие домбырамды жасап әкеліп берді. Сол домбыраны әкелетін күні түс көрдім. Түсімде бір аппақ таудың басында алты қанат ақ үйдің тура қақ ортасында жатыр екенмін. Киіз үйдің шаңырағына үйге, мен жатқан жерге аспаннан күн сәулесімен бірге бір нұр төгіліп тұр. Алты қанат үйді айнала өңкей аппақ киім киген, сақалдары белуарына түскен ақсақалдар отыр. Бір ғажап күй ойналып жатыр. Әлгі күйдің кереметтігі сондай жан дүнием елітіп, менің жаным тәнімді тастап ұшып шығады. Өзімнің тәнім жерде қалып бара жатқанын сезіп тұрмын. Бір сәтте көтеріле келе шаңыраққа жақындағанда, бұл домбыраны аманат етеміз бе деп сұрайды бір белгісіз дауыс. Жұмсақтығы сондай, бұл мен өмір бойы сағынып өткен адамның даусына ұқсайды екен деймін. Сол кезде төменде жағалай отырған ақсақалдардың бәрі мақұлдап, аманат, аманат, аманат дейді жарыса дауыстап. Бір уақытта аспаннан маған ай бейнесі алтын жіппен кестеленген аппақ матаға ораған домбыра түседі. Мен жас сәбиін анасы қандай мейіріммен құшағына алатын болса, сондай мейіріммен оны қолыма алып жатырмын. Бір кереметі сол, мұрын әулие сол түсті көрген күннің ертесіне домбыраны әкеліп берді. Одан да ғажабы, ол домбыраны орап әкелген ақ матаның бұрышында алтын жіппен кестеленген ай белгісі бар еді. Менің өмірімдегі адам сенгісіз оқиғалар сол күннен басталды. Қазақ жасағы өлтіріп кеткен боздақтардың мәйітін жігіттер қонысқа арбаға салып алып келді. Кеше ғана ән шырқалып, күй тартылып, кәрі жасы қауқылдаса қалжыңдасып, күлкіге қарық болып отыратын ауыл бір сәтте қара жамылды. Әр үйде азаматынан айырылып, аңыраған ана, көз жасы көл болған бала шаға, бауыр туғанын жоқтаған жұрт, ауыл күңіреніп кетті. Жау қолынан мек болғандардың ішінде ауылдың шетін ала тігілген жұпыны қараш үйде тұратын жалғыз басты кемпірдің қартайған шағында пана тұтып отырған жалғыз ұлы да бар еді. Алдында ағасы, артында әнісі жоқ жалғыз анасының көзінің қарашығы болған ұлды кейуанаға естірту қиынның қиыны болды. Ақсақалдар келіп, тұяғы бүтін тұлпар жоқ, қанаты бүтін сұңқар жоқ, ақ сұңқар құсымыз қанатынан қайырылды, асқар тауымыз құлады дегенде, жалғызымнан айырылған екемін ғой құлыным-ай, енді басқан ізіңе зар болатын болдым-ау деп есінен тана жығылыпты. Сол құлағаннан қайтып оңалмады. Қайта-қайта жалғызын шақырып сандырақтығымен болды. Ағатайымның қазасы әкеммен анама да ауыр тиді. Анам байғұс біресе талып, қайта есін жиып аңырады да қалды. Әсіресе әкесі мен баласы бірдей жау қолынан қаза болған жылқышының үйіне қиын болды. Асыраушысынан, қос арысынан айырылған үйдің әйелдері, жүректері қарыс айрылып, балалары жетім қалды. Күйіктен іші өртенген жесір келін Күлияның даусы салып айтқан жоқтауы, жұрттың сай сүйегін сырқыратты. Әуеден ұшқан бозторғай, балақ жүнің бос болғай, аруақ болып барасың, атекем енді қош болғай. Қарағай басы әсемдай, азаматым қошендай, аңыратып кеттің-ау жарың менен шешеңдай. Жылқы ішінде қарала, іздесем сені табам ба, атаңа нәлет қас дұшпан, қос қолым кетсін жағаңда. Үлкені әлі балиғатқа толмаған, үйелмелі сүйелмелі 5 баламен жесір қалған бас жылқышының
келінінің қайынатасы мен азаматын айтқан жоқтауы бүкіл ауылды күңірентті. Қазақтың салтымен хабаршы жіберіліп, алыс жақындағы рубасылары ел жұрт жаназаға шақырылды. Жау шауып, жеті бірдей боздағынан айырылғанын естіген аяқ жетер жердегі жұрт түгел жиналды. Жаназа алдында жан жақтан келген ер азаматтар әкемнің алты қанат үйінің қасындағы төбешікке жиналып, үлкендердің сөзіне құлақ тұрды. Бәрінің тұнжыраған жүзінен дұшпанға деген кек байқалады. Өзі ешкімге тимейтін, бірақ ашуына тигенді аямайтын мына қазақтың ештеңеден аянбайтыны анық еді. Уа жамағат, ел басына күн туды. Іргеде жатқан елдің көзі жеріңе түсіпті. Құрықтыңды құл, тұлымдыңды күн қылмақ. Еділмен жайықталып, халықтың мал жаятын жері қалмай тарылып келеді. Бізді қорғайды деген сұлтандар қайда? Осылай арам ниетті дұшпанға ата баба жерін таптатып қоямыз ба? Бүгін менің ауылымның 7 адамын қанға бүктірді. Егер бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығармасақ, бар қазақты тұқым тұқиянымен жойып жіберуі мүмкін. Естуімше, Есет батыр Ресейдің қатын патшасының қазақтың жерін басып алу саясатына қарсы соғысқа шығыпты. Қарап қалмай бізде жігіттерді сайлап, Есет батырға сарбаз қосайық. Бұған не дейсіңдер? Жиналған жұрттың көбі әкемнің сөзін қолдап, әр жерден дұрыс айтасыз, қанға қан деген дауыстар естіліп жатты. Азат басымыз құл болса, одан кейінгі өмірдің атасына нәлет. Бұл жау осал емес. Жеріңді еленсе, қазақтың баласы құлақ кесті құлы болады. Еркінен айырылған елде не теңдік қалады. Ертең балаңды әуелі дінінен бездіреді, сонан соң тілінен бездіреді. Салт дәстүріңді мазаққа айналдырады. Өзінің тілі, діні, салт дәстүрі жоқ. Елді қойша еріп, құлша жұмсайтын болады. Біздің ата бабаларымыз мылау ұлан-ғайыр даланы дұшпанға жем қылсын деп қан төгіп беді. Қажет болса өзім бастаймын. Исатай мен Махамбеттен, Есет пен Жоламан батырлардан жаным әулие емес. Жерді бергенше жанымызды берейік. Мен 30 жігіт шығарам. Шектіде аты мәлім Жаңқара батырдың бұл сөзі жиналған жұрттың шігерін жанып, аруақтандырып жіберді. Бұл сөзге арқаланған Жағылбайлыда аты мәшкүр, құлын ақын қамшысын жоғары көтеріп, көзі ұшқын ата сөз бастап кетті. Жамағат, Исатай басшы, мен қосшы деген Махамбет батырдың жолымен Жаңқара ағам қол бастаса, біз қосшы, ел үшін соғыста жанын аяғанның жазасы өлім. Екі иықтан бас, кеудеден жан кеткенше аянбауға ант етейік. Жауын аяған жаралы қалады. Махамбет батыр не деп еді? Ереулі атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңку жер шалмай, қоңыр салқын төсік алмай, құбыланы төрткіл оңға алмай, тебінгі терге шірімей, терлігі майдай ермей, алты-малты ас болмай, өзіңнен туған жас бала сақалы шығып жат болмай, ат үстінде күн көрмей, ашаршылық шөл көрмей, арып ашып жол көрмей, өлеңді төсеп ет жемей, ер төсектен безінбей, ұлы түске ұрынбай, түн қатып жүріп түс қашпай, тебінгіні теріс талмай, темір қазық жастанбай, қу толағай бастанбай, ерлердің ісі бітерме деп еді ғой ардагерім. Өлсек ел үшін жанымыз шейіт, қазақ жері бүтін, елі азат болғанда ғана ел болып қалады. Бастаңыздар бізді ел ағалары. Дәл осы уақытта ауыл имамының жамағатты жаназаға шақырған дауыс естілді. Ел ағаларының сөзінен рухтанған халық жаназаны өтеп дұшпанның қолынан шейіт болған азаматтарды соңғы сапарына шығарып салып топырақ салуға қорымға қарай беттеді. Бір емес 7 бірдей боздағын жерлеген ер азаматтар қайта оралғанда сүйекшілерді күткен әйелдердің қазақ салтымен айтқан жоқтауы қонысты тағы күңірентті. Бас жылқышының келіні Күлияның зарлы үні бүкіл ауылдың үстінде жаңғырып тұрғандай еді. Атекем кірдау тас үйге, есігі жоқ, төрі жоқ, жайма шуақ бос үйге. Атекем менің кеткен соң кім кіреді осы үйге? Екінді намаз бесіндай, белдеуден тұлпар шешілдай. Иманды болғыр атекем пешке қарай көсілдай. Алтынды ерден
қас кетті, ақ ордамнан бас кетті, бас иемнен айырылып, екі көзден жас кетті деп зарлағанда, жүрегі қан жыламаған адам қалмады. Ешкімге соқтықпай малын бағып жайбарақат өмір сүріп жатқан елге келген мына нәубет ашық күнде аспанда найзағай ойнағанмен бірдей серк еткізді. Енді тездетіп қамданбаса, жолындағысын жалмап келе жатқан мынау аждаһаға тұтас бір халық жұтылып кету алдында тұр еді. Осыны сезген әкем жау келгенде тас түйін болып тұру үшін дайындықты бастады. Ең алдымен жігіттерін жинап қарға бақсыны байлап алып келуге жұмсады. Бұл кезде әкемнің жігіттерінің арасына еніп алған баяғы Қали Қаздап жігіттердің шыққалы жатқанын хабардай ету үшін өзінің бір жігітін қарға бақсыға аттандырып жіберіпті. Жігіттер қарға бақсының үйіне жеткенде оның ізі суып үлгерген екен. Әкем оны естіп қатты қапаланды. Із кесіп ұзап кетпей тұрғанда ұстап әкелуге жігіттерді аттандырды. Бірақ осы кезде Орынборда оқыған, Бөкей ордасының маңайындағы әңгімелерге жақсы қанық әкемнің інісі Меңлі Қара оралып, үш ұйықтаса түсімізге кірмейтін хабарды естідік. Жәңгір хан қайтыс болыпты. Қазақ хандығы осымен бітті, енді жалғаспайды. Сайып Керейді көз алдау үшін хан деп танығанымен, ол әшейін ойыншық қана. Ресей билікті уақытша кеңеске бермек болып жатыр екен. Елдің Ресейдің қолына көшіп бара жатқанына Жәңгірдің өзі кінәлі. Ол Астрахань губернаторы Андреевскийдің үйінде тәрбиеленіп, Еуропаша білім алған. Кімнің асын ішіп тәлімін алсаң, соның сойылын соғасың деген осы. Хандық билік жойылса, мемлекет ретінде жоқ болып, өз билеушісі жоқ елге айналдық деген сөз деді әкем інісімен әңгіме барысында. Сол елде оқығандықтан ба, жоқ біз білмейтін жайттерге қанық па, әкемнің інісі оның пікірімен келсе қоймады. Оның Ресейде оқығанның пайдасы сол елді баяғыдай ескіше емес, жаңа әдістермен басқаруды үйренді емес пе? Ресей патшасы қазақтарға ата қонысы еділ мен жайыққа қоныстануға, мал бағып бала аулауға тыйым салды. Сонда мына қазақ аштан қырылу керек пе еді? Осы ма жаңаша басқаруы? Жәңгір екі оттың ортасында қалған сияқты. Ана жақын Ресей патшасы қысады. Мына жақтан құзырындағы халқы ежелгі ата мекеннен айырылғысы келмейді. Неге айырылу керек? Жер қазақтың жаны. Хан емессің, қасқырсың, қара албасты басқырсың деп кешегі Исатай мен Махамбеттің елді көтеруіне де осы Жәңгірдің борышшылдығы кінәлі. Елге сөзі өтпеген хан Ресей әскерінің көмегіне жүгінді. Орыс әскерінің көмегімен құзырында халықтың толқуын басты. Сөйтіп Ресей патшайымына қарыздар болып қалды. Соның айтқанынан шыға алмады. Генерал-майор атағын алып отырса, орыстың сөзін сөйлемегенде қайтсын. Жәңгірді бұрынғы хандармен салыстыруға болмайды. Ол өте білімдар адам еді. Бөкей ордасын басқарудың жаңа жүйесін жасады. Білім ғылымға қатты көңіл бөлді. Ол қазақты отырықшы жасағысы келді. Отырықшы ел үлкен ғылымды меңгереді. Халқы сауатты болады. Ал оған сауаттылығы не берді? Халқын сыртқы жауынан қорғай алды ма? Мына халыққа не берді? Енді міне тұтас елге жерге қауіп төніп келеді. Ресейдің қатын патшасы Жәңгірдің орнына отырғызған Сайып Керейде де еш билік те құзырет те болмайды. Өйткені халқы сайламаған хан елге сөзін өткізе алмайды. Ал елге сөзі өтпейтін хан Ресейге де керек емес. Аға, менің елге жедел жеткен тағы бір себебім, жақында бұл жаққа көп әскер келеді. Содан сақтандыруға келдім. Есет Батыр бастаған кіші жүз қазақтарының орыс отаршыларына қарсы соғысын басуға Сұлтан Арыстан Жантөрин, екі казак отряды мен 200 жігітті бастаған Сұлтан Таукин, Орал бекінісіне майор Михайлов деген қаныпезер бастаған 600 адам аттаныпты. Осы әңгімеден кейін әкем ұзақ үнсіз қалды. Сөйтті де кеше жаназаға жиналғанда сөз байласқан ру басыларына шабарман аттандырды. Өйткені ел болып қол жинап Есет Батырдың мыңнан аз ғана асып жығылатын әскеріне көмек қолын созбаса, 5 қаруы сай мылтықпен қаруланған, жер қайысқан әскерге олардың төтеп беруі қиын еді. Осылайша батыстан бір аждаһа елге қарай жылжып келе жатқанда, бағана айтқанымдай, менің өмірімде де адам сенгісіз оқиғалар басталды.